Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге оладьи жасаудың ең оңай рецептін және ең оңай жолын көрсететін боламын. Кейбіреулерде оладьидің ортасы піспей қалып жатады, ал менің рецептімен жасасаңыз 100% кепілдік беремін. Осылай арасы пісіп, пышный болып, әдемі болып шығады. Таңғы асқа жасасаңыз, балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Ендеше кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет, және қантымызды қосамыз жұмыртқаның үстіне, және кішкене тұз себеміз. Қолымызбен азғантай щепотка тұз сеуіп, барлығын бірге араластырамыз. Қатты көпіртпейміз. Венчик болса, венчикпен араластырсаңыздар болады. Миксер болса, миксермен жай ғана баяу скоростьқа қойып араластырсаңыз болады. Міне осылай етіп араластырып дайындап аламыз. Содан кейін біз айранымызды құямыз. Үйде ашыған айран болсын, кәдімгі айран болсын, кефир болса да, фудмастер деген сияқты тетрапакетте кефирлерде бола береді. Осындай мен қолдың айранын қостым. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсы араласуы керек. Ал енді біз ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Бірден салып жіберсеңіз, ол қатты қамырға айналып кетуі мүмкін. Біздің тестамыздың қоюлығы осылай болып шығу керек. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Қаймақ секілді, қою қаймақ секілді болып шығу керек. Енді біз ас содасын қосамыз. Жарты шай қасық немесе кішкене одан көптеу қоссаңыздар болады. Жарты шай қасық қосқан дұрыс негізі. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Соданы қосқаннан кейін біздің қамырымыз кішкене қопсиды. Қатты сұйық болып кетпейді. Жақсылап араластырып, біраз 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, қамыр өте әдемі болып тұрады. Піскен кезде де арасы жақсы пісетін болады. Қамырымыз дайын болды, енді пісіреміз. Табаға аз ғана май құйып, жарты шөміштен де аз май құйып, кішкене қыздырып алып, қасықпен біртіндеп салып шығамыз. Қасықпен құйып болғаннан кейін бетін кішкене жауып аламыз. 5 минут, 6 минутқа жауып қойсаңыздар болады. Астын баяу етіп қоямыз. Газдың қатты қыздырып, күйдіріп жіберуге де болмайды. Одан кейін бетін ашып, осылай біртіндеп аударып шығамыз. Асты уже тез пісіп қалады. Бетін жаппасаңыздар да болады ол кезде. Міне біздің оладьиіміз дайын болып шықты. Өте керемет, дәмі де өте күшті. Жесеңіздер тоймайсыздар. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.